Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз сіздермен бірге жаңа тауар енгізу мүмкіншілігін қойған болатынбыз. Енді осы сабақта кесте элементіне өзгеріс енгізу, яғни тауарға өзгеріс енгізу немесе тауарды өшіру секілді функциялар қосатын боламыз. Жалпы бұл жерде біздің кестеге біз жаңадан т қоятын боламыз. Осы орын болсын. td деген жерге біз жаңадан table data қоямыз. Бұл жерде біз екі форма қоямыз. Форма және де button. Submit болсын. Өзгерту формасы. Post әдісі. Post. Action. Action бізде product. Бұлай болсын. Біз ID беруіміз қажет. Уникалды ID. Оны біз былай көрсетеміз. Product ID. Edit болсын. Type submit. Class. Class бізде btn. btn өзгерту. Мысалы primary болсын. Дәл осылай. Edit емес, енді delete әдісін қоямыз. Бұл жерде danger деген қоямыз. Қызыл батырма болу үшін. Және де өшіру. Обновить етеміз. Бұл жерде бір қате шықты. Яғни edit деген бөлікте қате шықты. Біз долларды сыртына жазып қойдық. Ішінде болу қажет. Smart шаблонында доллар әрқашанда ішкі бөлікте болады. Міне, өзгерту, өшіру батырмалары шықты. Енді осы екі батырманы бір қатарға салу үшін біз мысалы div қойсақ болады. Div қоямыз, кішкене жылжытамыз. Class tflex. Міне, бір қатарға пайда болды. Отступ берсек болады. Яғни формадан кейін. Бірінші батырмадан кейін кішкене оң жаққа қарай кішкене шекара қояйық. Міне, барлық батырмада осындай батырмалар шықты, яғни барлық элементте кестенің. Келесі кезекте бізге web PHP-де қосу қажет. Яғни көшіріп аламыз. Post әдісінің көмегімен Products ID динамикалық мән өткені бұл. Edit болсын. Және де store edit болып өзгерек болады. Delete қоямыз. Post емес, жерде delete болады. Delete. Delete деп өзгертетін боламыз. Ал формада біз постты delete өзгертеміз. Енді келесі кезекте product контроллердің ішінен біз create'ті көшіріп аламыз. Create'ті біз edit деп өзгертеміз. Және де products edit болғанда біз қазір сіздермен бірге құрамыз осы шаблонды. Және де категорияларды береміз. Енді жаңадан view құрайық. Edit деп аталатын viewді құрамыз. Create'ті аламыз. Көшіріп аламыз. Және де осы жерге қоятын боламыз. Қосып көрейік. Обновить етеміз. Мысалы өзгерту. Product бір edit. Алайда бұндай біз post емес. Біз get әдісіне ауыстыруымыз қажет. Бұл жерде edit get болады бізде. Ал post әдісіне біз бөлек
құратын боламыз. Ол мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін. Post edit емес, біз мысалы update деп өзгертейік. Update әдісін қабылдаймыз. Яғни бұл мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін. Ал бұл жердегі get, біз мысалы бұны алып бөлек жоғарыға қойсақ та болады. Create'тің астына. Сол кезде бізде барлық get әдістері осы жерде тұр. Яғни форма, фронтендегі форма ашып беру үшін. Ал сол өзгерісті енгізетін әдістер астыңғы бөлікте орналасқан. Енді біз индексте post емес get әдісін көрсетеміз. Қайтадан кіріп көрейік productsқа. Алайда бұл жерде басқа қате шықты. Яғни 404 бұндай табылмады дейді. Product бір edit табылмады. Біз products деп жаздық. Қателеспесем, өйткені web PHP-де ашатын болсақ, мына бұл жерде products бұл post әдісі, мына products ID edit. Қайтадан тексереміз. Мысалы, екінші нөмірлі тауарды алайық, мына шықты. Енді келесі кезекте бізге product контроллерінің ішінен edit бөлігінде категорияларды аламыз. Сонымен қоса біз осы берілген ID бойынша find one өзіміздің product моделін алатын боламыз. Table product кестесіндегі ID 10 және де ID деп алайық. Бұны біз бұлай жазамыз. ID 10 болады. Recuse және де query болады. Өйткені біз динамикалық мәнді аламыз. Динамикалық мәнді алу үшін query, ал параметрді алу үшін params әдісі пайдаланады. Query'ді аламыз. Енді осы үтірнекте қоямыз. Product'ты орнатамыз. Product және де бұл жерде бізде product айнымалысы берілетін болады. Енді келесі кезекте edit'тің ішінде біз мысалы бұл жерде name деген жерде value береміз. Value ол бізде $product name болады. Дәл осылай, осы value'ны көшіріп аламыз. Text areaның ішінде қойып шығатын боламыз. Бұл жерде енді value деген параметр жоқ, бірақ та біз ішіне жазатын боламыз text areaның. Description болады. Категорияға да value қоямыз. Бұл бізде категория ID болады. Бағасын қояйық. Price. Сонымен қоса купон. Name'ді купонға ауыстырамыз. Және де ең соңғы ол суреті. Суретін өзгертеміз. Image деп. Сақтау деп қала берсін. Апдейт етеміз, міне. Мәліметтер автоматты түрде тұр. Мысалы, 2 емес, 1 деп өзгертетін болсақ, бірінші ID-дегі мәліметтер. Мысалы, тауарлар тізіміне кіреміз. Кез келген бір 7-ші нөмірлі өзгертуді басатын болсақ, мысалы, мәліметтер қорында ол 7-ші нөмірдегі шар бағасы, мысалы, 3,5 мың, 3490. Енді сақтау батырмасын басамыз. Біз product'ның ішіндегі store емес, update'ке қарай мәлімет жібереміз. Ал update болса, бізде дәл осы store секілді мәліметтер қорымен жұмыс жасайды. Edit ол бізге осы форманы ашып берсе, update болса, ол керісінше сол формадағы мәліметтерді сақтау үшін пайдаланамыз. Бұл жерде біз жоғарыдағы edit, яғни recuse аламыз. Жалпы осы жерде тұрған кодты көшіріп алсақ та болады. Және де product'ың орнына қоямыз.
бұл жерде ID-ді аламыз. Айтпақшы, біз динамикалық мән беруге ұмытып кетіппіз. Products және де $product ID update. Және де web PHP-дің ішінде бұл бізде міне products ID және де update сілтемесі. ID-ді аламыз. Категория керек емес. ID бойынша продуктын аламыз. Мәліметтерін енгіземіз. Және де store әдісінің көмегімен сақтаймыз. Одан кейін барып products сайтына сілтеме жасаймыз. Страницасына. Обновить етейік. Мысалы, атауына 2 деп жазайын. Сақтаймыз. Енді астына қарай түсейік. Міне 2 деген мән енгізілді. Тағы да өзгертейік. Бағасы 34 болсын. Купон 27% болсын. Типін мысалы біз обувь дегенге өзгертейік. Жеті. Міне бағасы 34 мың. Тауарды өшіруді жүзеге асырайық. Product контроллердің ішіне өтеміз. Public function delete. Request'ті қабылдаймыз. Келесі кезекте бізде product алу қажет. Дәл осылай product аламыз және де dp trash әдісінің көмегімен біз алған тауарды өшіретін боламыз. Біз web'тің ішінде delete әдісін көрсеттік және де delete әдісінің көмегімен product сілтемеге жібереміз. Енді көрейік өшіріп. Қарапайым мысалы ең соңғы осы қосқан тауарды өшірейік. Өшіру батырмасын басамыз. Алайда product pause delete қате берді. Бұндай жоқ дейді. Get әдісі тұр. Get әдісінің көмегімен жіберілген екен. Міне product емес, products болады. Бір рет көшіріп едік, барлық жерде қате шықты бізде. Сол үшін де өте мұқият болу қажет. Жоқ, тағы да қате шықты. Delete әдісін біз формаға салған екенбіз. Алайда формада негізінде delete әдісі ол жіберілмейді. Сондықтан да біз get әдісі ретінде жіберіліп отыр екен. Біз бірден delete'ті get'ке өзгертіп, яғни postқа өзгертіп жіберейік. Және де product контроллердің ішінде delete қосылатын болады. Жалпы products'қа қайтадан өтеміз. Өшіру. Міне өшті. Енді тексерейік. Қосымша тауар жоқ. Енді біз сілтеме жіберейік. Қайтадан бастапқы бетке. Мысалы, ортасында 5-ші тауарды өшірейік. Тексереміз. 5-ші тауар жоқ. Мәліметтер қорынан да 5-ші тауар өшті.